қайда болмай маған, жас өмір алтын күміс шарқылдаған, келер күн келеді екен не дайындап, қараңғымен болжай алман. Мінекей келіп қалды қатар таңға, жарқырап күнде шығар тірі жанға, табысқа салып алып әлде мені апарар, сырым білмес бір даланға. Мен бос уақытымды босқа өткізгенше Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін жаттап жүрмін. Таусылмас ұрпағымнан. Бар. Номер 26 жалпы орта білім беретін мектебінің 4-ші Ә сынып оқушысымын. Абай Құнанбаев. Балық өлді, білдім бе? Балалық өлді, білдім бе? Жігітікке келдім бе? Жігітік өлді, көрдім бе? Кәрікке көндім бе? Кім біледі, сен кәбір, баяндыдан сөндім бе? Баянсызға төндім бе? Әлде айналып, кім білер, бұталы түйе секілді қорадан шықпай өлдім бе? Мен үйде отырып, Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқуға шақырамын. Біз біргеміз. Топтау қазағыма. Отан, білімнен жұпар жинайын, еліме бақыт сыйлайын. Жүрекпен сүйіп отанды, жүрекпен мәңгі жырлайын. Отаным гүлге бөленсін, өзге елдермен теңелсін. Амандық болса ағайын, бәрін де бірге көрерсін. Құрметті оқушылар, коронавирус инфекциясының COVID-19 таралуына жол бермей, халықтың денсаулығын сақтау мақсатында елімізде карантин режимі енгізілді. Сондықтан біз оқушылар үйде онлайн мектеппен оқимыз. Осындай жағдайда бір-бірімізді қолдап, бір тұтас ел болайық. Деніміз сау, жақындарымыз аман болсын. Біз ертеңімізге, жарқын болашағымызға сенеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Анам сенсің мен балам. Құнанбаев, өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырған ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бейтсімал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен ұналасы. Мешіттің құтпа оққан ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әркімі өз келгенше өз шамасы. Көңілім менің қараңғы, бол ақын, алтынды ғұмырымен келші жақын. Ішек бойлап онсалса бұрғаласа, мешіттің үні шығар қоңыр салқын. Үйде босқа отырмайық, Абай атамыздың 175 жылдығына өз үлесімізді қосайық, біз біргеміз. Абай Құнанбайұлы, жасында ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Елшеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешірмедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды деп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды шек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шоп, түскерледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.